Карамель жасау үшін бізге қант және сливки қажет. Қантты осылай астын отқа қойып, бұл не сұйық болғанша ерітіп аламыз. Сосын мына жерге сливки құйып қойдым ыдысқа. Бұны қатты ыстық болғанша ысытамыз, тек қайнатпаймыз. Ысығаннан кейін мына қантымыз ерігеннен кейін осының үстіне құямыз. Сонда бір тегіс соус пайда болады. Мөлшерін бәрін описаниясына кіріп көрсеңіздер болады, қанша мөлшерде қосқанымды. Әдейі осындай үлкен ыдысқа салдым. Өйткені сливкиді құйған кезде өзі тік көтеріліп, кәдімгідей не қылатын болады. Мінекей еріп жатыр. Мінекей біздің қантымыз еріді және сливкиіміз ысыды. Енді екеуін де өшіреміз. Екеуін өшіріп, мына сливкиімізді алып, мынаған қосамыз. Қатты жырлайтын болады, абайлаңыздар қолдарыңызға. Араластырамыз. Сіздерге бір ескертетінім, қанттарыңызды көп уақыт қыздырып отта ұстамаңыздар. Өйткені қант мында компет болып қалуы мүмкін. Барлығы менде сәл-сәл арасында болды, компет болып қалды. Бірінші кезде дұрыс шықпауы мүмкін. Сол үшін қолдарыңызды үйретіп алып, өте бұда тез-тез істеу керек. Өте уақытты қажет етеді тез-тез істеуді. Қарап тұрсаңыздар, дұрыс шықпауы мүмкін бірінші кездерде, кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Енді осыған біз кез келген 30 грамм майымызды, сары майымызды қосамыз. Ыстықтай кезде еріп кетеді. Достар, мінекей жаңағы қатып қалған қант. Тура дәмі компет болады екен, тәтті. Науатқа да ұқсайды, күшті, балдар жегенге әдемі екен. Сорғыш компет болады екен. Карамелімізді, жаңғағымызды саламыз. Арахисімізді араластырып дайындап қоямыз. Шоколадный бисквит жасау үшін 5 жұмыртқаны сары мен ағын бөлек ыдысқа бөліп аламыз. Мына жаққа сарысынан бір тамшы да тамып кетпеу керек. Сонда біздің миксермен араластырған кезде қою төгілмейтін крем пайда болады. Крем сияқты масса. Мынау сарысына, 5 жұмыртқаның сарысы. Осыған біз қазір какаоны қосып, қантты қосып араластырамыз. Мынаны миксермен араластырамыз. Осылай болып шықты. Енді бұған осы 130 грамның жартысын қосамыз қантты. Жартысын жұмыртқаның сарысына қосамыз. Мынаны тағы да араластырамыз. Осындай қоюлықта болды. Енді какаоға азырақ су қосып, ыстық су қосып араластырамыз. Бұл ыстық болып тұр, сәл суы тұрсын, оған дейін мынаны қантымен бірге араластырып аламыз. Жұмыртқамыздың сарысын осыған құйып араластырамыз. Бір келгі тегіз араласқаннан кейін осы ақ белогымыздың үстіне құйып, бұны да жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді біз ұнымызға азырақ сода қосып, бір шай қасық сода қосып, осыған қосып 2-3 бөлікке қосып араластыратын боламыз. Өте жай және бір тегіз. Ұнымызды салып, бір келгі араластырып алдық. Бұны көп араластырудың қажеті жоқ. Ұн салғаннан кейін іртіктері кеткенше араластыру керек. Өйткені жұмыртқаның бізде көп жүрген ағы басылып қалуы мүмкін. Бізге бисквит жасау үшін солысы өте маңызды. Жұмыртқаның көмегімен бізде бисквит үлкен болып шығады. Енді бұны 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Не болмаса, бұны 3-4 бөлікке бөліп, жеке-жеке пісірсеңіздер болады. Енді біз кремін дайындап қоямыз. Ол үшін сливки қоямыз. Осыны миксермен араластырып аламыз. Шамамен мен 150 грамдай сливки алдым. Осыған сахарный пудра қосып араластырамыз. Осындай сәл қою болған кезде үстіне творожный сыр саламыз. Мен 400 грамдай салып жатырмын. Әркім өз қалаған творожный сыр және сливки қолдануға болады. Сливки міндетті түрде 33%-дан жоғары болу керек. Мен магазиннің творожный сырлары ұнамайды маған. Олар өте қышқыл, онымен жұмыс жасау өте қиын болады. Біздің креміміз іріп кетіп жатады және дәмі де сәл қышқылдау болып келеді. Сол үшін мен үй жағдайында қолдан творожный сыр жасап қосып жатырмын. Дәмі әдемі болады. Кәдімгі творогтың дәмі сияқты шығып тұрады. Бізде креміміз дайын. Енді бұны кондитерлік мешокқа салып, бұны дайындаймыз. Содан кейін тортымызды сәндейтін боламыз. Корждарымызды пісіріп дайындап алдық. Енді мен осындай ыдысқа дайындап жасайтын боламын. Кальцияның ішіне бір коржымды салдым. Енді бұған шетіне жаңағы дайындап алған кремімізді құйып шығамыз. Осылай ортасын ашық қалдырамыз. Ортасына жаңағы жаңғақты карамелімізді қосамыз. Бір тегіс жағып алдық. Енді осының үстіне тағы да коржымызды қоямыз. Коржымызды қойдық. Енді бұған тағы да кремімізді құямыз. Енді бұның да ортасына дәл алдыңғысындай қайталап карамелімізді құйып шығамыз. Тағы үстіне коржымызды қоямыз. Барлық корждарымызды дәл алдыңғысындай қайталап крем жағып шығамыз. Біз енді бұны холодильникке 4 сағатқа қоямыз.
Сонда біздің кремдеріміз кожына сіңіп әдемі болып тұратын болады. Не болмаса түнде істеп азанға дейін қалдырсаңыздар жақсы болады. Торттың бетін сәндеу үшін мен бір Қазақстан шоколадқа 50 граммдай сұйық майды қосып, баяу отта еріттім. Сосын үстіне 50 граммдай сүт қостым. Сүт қосқаннан кейін осындай сұйықтау болады. Енді бұның үстіне біз қазір жаңғағымызды қосамыз. Жаңғағымызды езіп дайындап қойған. Соны қосамыз. 30 граммдай. 30-50 граммдай осыны араластырып, ыстықтай құймаймыз, сәл осылай суыған кезде торттың бетін құямыз. Шоколадымызды құйдық, енді бұны қатқанша холодильникке салатын боламыз. Шоколадымызды полный барлығына тегізіп құйдық, енді бұны ыдыстарынан алып, шоколадты қатқан соң, шоколадты толық қатқаннан кейін енді кесіп көрсетейін сіздерге.